шапалақтан бастайық. Шымылдығың ашылып, шашуларың шашылып, қош келдіңдер ағайын тойға асығып. Бір жағымда аталар, бір жағымда апалар, келіп жатыр және де нағыз құдалар. Құтты болсын тойларың, орындалсын ойларың, қою болсын қаймағың, мен тіледім ай. Сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін күләштің, жасын берсін жамбылдың туысқандар ай. Алла саба сөйлейді, сөйлегенде не дейді? Құтты болсын ағайын, тойларыңыз мерейлі. Асықпайық, саспайық, қарағайдай қасқайып, көңіл күйді дұрыстап, шапалақтан бастайық. Бәсе, все, бол. Какой привет, такой ответ. Мә! Енді ең алдымен той иелері қайда? Папамыздың есімі Қайыргелді. Қайда ол кісі? Жанат апа. Сіздің байыңыз ба? Қасында тұрмайсыз ба? Шапалақ ұрайықшы мына кісілерге. Да. Биыл тамада болғаныма 10 жыл болады екен. Сол 10 жылдың ішінде қанша клиенттарымыз деп айтамыз ғой, той иелері. Қанша клиенттарымыз ішінде ең спокойный деген осы кісілер болып шықты ғой. Мен өмірімде әлі мұндай спокойный адамдарды кездестірген жоқпын. Басқа кісілер тойды енді уайымдап тамадаға звондайды ғой. Кешікпе, нешеде келесің, қалай той өтеді, біз не істейік, бірдеңе істейік па, биші қайда, әнші қайда деп. Бұл кісілерге риза болдық жаңағындай. Тойдың датасын 3 рет ауыстыра салып, ресторанды 4 рет ауыстырдық. Бұл кісілер спокойно. Сөйтіп тойға 1 ай қалды. Енді мен күтіп жатырмын ғой. Звонок бола ма? Жоқ, ешкім звондамайды. Бір 5 күн қалды. 5 күн қалды. Маған айтты, примерно агрогородоктың маңайында болады деді той. Пока таңдап жүрміз деді. Төлеп, қыпшақ, құман. Мен айттым, енді құманды неге нетесіз десе, күйеуім намаз оқиды, құманды жақсы көреді дейді жаңағындай. Сөйтіп, деп жаңа, содан бүйтіп іздеп сөйтіп жүрміз ғой. Бір где-то 3 күн қалды, уже звондау керек қой. Звонок жоқ. Даже түсіме де кірген жоқ. Нанастар. Ойладым, может, той болмайды шығар деп. Сөйтсем, бүгін сағат 3-те бір кісі звондайды. Еще не деген білесіздер ме? Ұмытып кеткен жоқсың ба дейді. Сосын мен айттым, сіз ше дедім. Өзіңіз есіңізде ме тойыңыз болатын бүгін деп жаңағындай. Ресторан администрациясы олар в шоке. Не деген сабырлы кісілер жаңағындай. Нешеге шақырдыңыз деп. Тәтемнің айтқан жауабы маған ұнады. Мен өз адамды қайта-қайта тыйшын алып, мазалап, олай істей алмаймын дейді да жаңағындай. Неге десем, өйткені ер азаматты қайта-қайта мазалап, тыйшын ала берсең, жүдеп сақал өсіп кетеді дейді. Дейді маған. Сосын ойладым. Сосын маған айтады, сен бір ғана өтінішің бар, тақия киіп кел дейді. Сосын айтам, неге десем, ну там чисто тақия, будет такая мафия деді маған жаңағындай. Ой дедім. Сосын нешеге шақырдыңыз десем, 5-те шақырдым. Сөйтсе той иелері қандай болса, халқы да солай екен ғой. Сағат 5-те кіріп келсем, кого только нету, никого нету. 6 болды. 3 адам келді да, әлі ешкім жоқ қой деп қайтадан кетіп қалды жаңағындай. Сөйтіп бір нәрсені түсіндім ағайын. Ол Қазақстанда бәріміз кешкеміз. Мысалы Шымкент жақта той
2 сағат кешігеді, Қостанай 1 сағат кешігеді, Тараз 2,5 сағат кешігеді. Мен мынау Астана Қорғалжын той істесе риза болам. Қорғалжын менталитеті солай. Олар вообще кешікпейді. Олар просто келе береді. Но бір жақсы жері от души шапалақ бере береді. Дұрыс па? Қош келдіңіздер. Тойға тубасын. Қорғалжын, Баршын, Ерейментау, Астана қайда? Көретін анау тұрған қайынатаң, қайынатаңыз қаятаң, бармадаққа саятаң, қайыр келді әкеңді, билетем әрі ойнатам, екі көзін жайнатам, көрімдігін байлатам. Ал тыңдасаң қайынатаң қайыр келді, тойым қалай өтеді деп уайым болды. Алла жазса келеді, дәл алдыңа бұйырса көрімдігі дайым болды. Ағайын құттықтаңдар шапалақпен, сол кісінің дәл бүгін тойы болды. Қайыр келді атаңа сәлем берші, жақсы келін екеніңді дәлелдеші кәнеке. Ал шапалақ ұрықпай, қайнатасына бір сәлем. Болмасын деп. Мына домбыраның арты қалай, келінің жылда фигурасы сондай болсын деген екен. Солай ырымдаған екен ол біздің халық. Және тағы да бір керемет сөз бар екен да, келінің бетін кім ашса, сол ыстық болады деген екен да. Сондықтан бұл менен гөрі өзінің алдынан осы келінің енесі бірінші шықсыншы. Кімді өзі бірінші көреді, сол өзі ыстық болып кетеді ғой. Сондықтан жаңағындай рұқсат етсе, осы мен Жәннат апам шақырайын. Келіңіз. Ақ жолмен как положено келіңіз. Сіз через Елинка келетсіз ғой. Как положено. Ана дорожный сөмкені беріңіз біреуге. Как положено, ниеттен. Баяғыда енелер алдынан шықты деген сөз осы екен. Алдымнан шықты дейді ғой. Міне ақ жолдың алдынан сіз шығып тұрсыз апа. Енді сіз ене болатсыз. Ене болатсыз, күлме вообще. Ене деген тыштыл, күлуге болмайды енеге. Образға кіру керек уже апа. Асықпай барыңыз, асықпаңыз. Пускай немного мандраж болсын, асықпаңыз. Сезінсін енесі келе атқан апа. Асықпаңыз деймін. Асықпа апа, тәттіріңіз. Сіз деген күшті вообще бар ғой. Путин памятник нашай деп атқан сияқтысыз. Міне, қандай өз жүрегіңізді қазір сезім. Только шын айтыңызшы, ойланбай. Жүрегім бүгін қуаныштан жарылайын. Жарылайын деп тұр ғой. Жарыңызшы кәне жүрегіңізді. Асықпаңыз. Мен бір нәрсе айтайын. Сіз міне қуанып тұрсыз, бірақ ене деп үйтіп звезда ұстап қалмаңыз. Қазақ айтады, малдың жауы кене, келіннің жауы ене дейді. Сіз келінге ене емес, бір анасындай шығыңыз алдынан. Дұрыс қой. Келін сіздің келініңіз болу керек. Бірақ қызыңыздай сырласыңызға айналсын. Өйткені ол жай айтпайды, келін қайнененің топырағынан. Если для нее родня, она для тебя земля дейді бір топырақ. В общем, примерно сондай мақал ғой. Ой, аударса бір түрлі мақал екен ғой. Сондықтан осы келін өзіңіздің топырағыңыздан болсын. Сіз қандай ақ көңіл, ақ жарқын күліп жүретін адам болсаңыз, келін де солай болсын, иншалла. Бетін ашыңыз, сосын аузына шүрет түкіресіз, маңдайына шүрет сүйесіз, ұқсасын деп. Солай болған. Біз көреміз. Ұқсай ма, ұқсам? Түкірмесеңіз ұқсамайды. Ал. Қане, жанына тұрыңыз. Қараңыздар, ұқсай ма? Рас ұқсайды ғой, я? Ұқсайды ғой. Міне, балаңыз прям іздеген сияқты осы. Мамамдай болса екен менің жұбайым деп. Қараңыздар. Мен өмірімді қанша міне келіннің бетін аштым, я вот Аллаға шүкір деп айтайын. Түгел бет ашқан келіндерім осылай енесіне ұқсайды. Менде өзі 2-ақ келін болды, енесіне ұқсамай қалған. Мен уайымдап, неғып ұқсамай қалды деп былай қарасам, әйтеуір қайнатасына ұқсайды екен бар ғой. Сондықтан ол сізге ұқсаса, ол бақытты болады деген сөз. Нұрекен, кәне келші. Прическаны өлтіріпсің ғой сен. Сен лимузин емес, мотоциклмен келгесің ба тойға? Рақшың етіп кетті ғой. Рахмет. Сіздің балаңыз ба? Енді сүйіңіз түйішпейтін. Сасқан, бұл кісі сасып қалды, сасқаннан. Болады, баяғыда бір атам суға батып бара жатып, сасқаннан кемпіріне мама депті ғой, сол кісі. Рахмет. Сендер екеуің қамандар артынан. Келесі суббота сендердің тойларың. Ал, қош келдіңіздер деп бір шапалақ ұрайық. Қосылды жастар. Вот қызым берген аз болғанда, еще подаркаларын қосып беріп жатыр. Рахмет, ана мұртты жездесін қарашы. Рахмет. Құда, мұртты құда, мықты құда. Қара мұртын айбатын, қара мұртын қайратын, қара мұртын тұрғанда, қарамайтын қайғатын. Мен өзі мұрттылардан 4-ақ адамды ғана сыйлаймын. Гитлер, Сталин, Мәсім, осы құда жақсы көремін көрдіңіздер. Енді жаңа тойдың басынан бастап осы Қайыргелді ағамен әзілдеп, ойнап жатырмын.
бірақ бұл кісі рас, мана қалай айттым солай. Вообще мазамды алған жоқ, звондаған жоқ. Бұл кісінің жаңа ресторанда той басталуына бір 5 минут қалғанда ғана таныстық қой бұл кісімен жаңа. Бірақ сол кезде маған бір нәрсені айтты, бүйтіп айтты. Тамада деді, мен сенен ештеңе сұрамайын, бүйт сөйт, өзің білесің, бірақ менің бір нәрсем дұрыстап істеші деді. Айтыңыз, не істейін десем, құдалар деді, жан жақтан алыстан келіп жатқандар бар деді. Халық жан жақтан келіп жатыр. Сен былай істе деді, анау ет шығады ғой деді. Сен оны халықты тып-тыныш қып ал деді басында. Неге десем, сосын айт деді, ол анау мынау жылқы емес, ол Астананың ең авторитет айғыры болған деп айт деді жаңағыдай. Өйткені ол мықты жылқы болған. Сен сонда не істейін десем, басында ол жылқының өмірбаянын айтып бер деді ғой маған. И когда бұл кісі маған айтқанда мен шыдамадым. Давно. Позавчера. В Астане один айғыр жил. Он счастливым был. С гор водоканала воду пил. Туда-сюда ходил. И вдруг Нұреке баршының қызын полюбил. И сол жылқыны погубил. А его папа оны мүшелерге порубил. Мы не увидим его снова. И вот его последнее слово. В общем, келін құтты болсын деп жатыр аға. Встречайте, летающая тарелка с етом сейчас разлетится по пакетам. Соны енді қазір сұрауға жылқы қай жылқы дейді. Ой, қатыра дейді. Ой, енді. Мен қайдан білемін, сол удостоверениесін көрсетті маған ол жылқы. Саспайды. Құдағайын өзі прикол ұстағанды жібереді екен әңгіме жаны. Білмеймін әйтеуір, гороскобы Козерог. Өзі жылқы, бірақ Козерог екен. Иә. Өзі не айтатынды ұмытып қалдым ғой. Ет. Когда я говорю ет, жүгіре бермей кет. Как говорил МС Сайлаубек, шляпта мана кемена мана бек. Сейчас видит ет. Қабыл алыңыздар, бұл әнді мен өзім бірінші рет орындайын деп тұрмын. Міне Қайыргелді ағамның заказы бойынша осы ән шығуына міне себепкер болып спонсор болған Жанат аға апамыз сол әннің сөзін жазған. Әннің аты Астананың марқұм айғыры. Қабыл алыңыздар. Бір жылқы бар еді ауылда, ол енді қайтып келмейді, сойылып тасталды. Айт десең айтайын тағы да, оның биесі бос қалды, қолыны аш қалды. Ол жылқы уайымсыз жүреді, ал қазір жатыр кухняда, официант келеді, ал оны жоқ қылған кім еді? Ну понятно же кім екен. Оны қазір жейді, етін тәтті дейді, майларында жоқ қылады, қарнын тоқ қылады, жіліктерінде шағады, маңдайын жарады, әжелер сосын алады, қалғанын салады. Оны қазір жейді, етін тәтті дейді, майларында жоқ қылады, қарнын тоқ қылады, жіліктерінде шағады, маңдайын жарады, әжелер сосын алады, қалғанын салады. Пакетке тамағым жыртылса да шапыла құрмайсыздар ғой сіздер. Осылай столицада Астанада той өткізем деп ойладыңыз ба? Қойыңызшы, ойлаған шығарсыз. Ойлаған жоқпын дейді. Өйткені бұл кісілерде заман басқа болды. Ресторанды даже телевизордан көрмеген заман болды ғой бұл кісілерде. Бірақ бұл кереметті бұл кісілердің міне достығы мәңгі жалғасады. Неге? Өйткені бұл кісілер өте простой болған, қарапайымдылығын мәңгі сақтап қалған, достыққа адал болған. О кезде жаңағындай қыздары сондай текті болған, жігіттері көп сөйлемейтін достойный мужик болған екен о кезде. О кезде мен даже білем, армияға бармаған позор болды деп естідім о кезде. Қазір бар, о кезде позор болатын кім? Еще қайда кететін? Алысқа кететін. 2 жылға Украина, Белоруссия, Германия, Чехословакия, о жақта не қылады десейші жаңағы. 2 жылға кетеді. Ана шашты бүйтіп қиып тастайды жаңағы тақырғып. И последний очередь пойыздың алдында қызына келеді, түгел ауыл провод қылады, шығарып салады, қызының алдына келеді. О кездің қыздары күшті ғой, өте ұялы, воспитаниясы керемет болады. Никогда жігіттің көзіне тура қарамайды екен ой. Бүйтіп қызы төмен тұрады, ана жігіт тұрады да бүйтіп, шашы уже қиылған,
шашы қиылған жігітке былай көзіне қарағанда да біртүрлі ғой жаңа. Сөйтіп тұрады да бүйтіп айтады: мен кетіп бара жатырмын дейді. Қыз қарамайды, төмен тұрады да: қай жаққа? Германияға. Сол қалған құтқан немістерді құртып қайтайын деп. Қаншаға? Сол біліп тұр қаншаға екен, бірақ ағамыз сол кезде 2 жылға молчание. Ана қыздың көзінен чүк жерге тамып атады. Сол жерден гүл шығып атады сырғасы. И жігіт ол кезде көп сөйлемейді, единственный сұрағын қояды: күтесің бе? Қыз өмірінде бірінші рет басын көтереді да, жігітінің көзіне тура қарайды да: күтем. Жігіт өк дейді да, пойызға мінеді да, отанын қорғауға кетіп қалады. Ана қыз күтеді, 2 жыл бойы күтеді. Қазір қыздар олай күте алмайды. Сосын үкімет қысқартты 1 жылға армияны. Осы күтсе екен деп. Сонда да күте алмай жатыр қазір қыздар. Енді специально неуверенный жігіттерге арнап қыздар күте алмайтын болса, 1 айлық армия шығарып қойды қазір. Чисто военкоматқа барасың, шагайттап жүресің, забордың ар жағынан қарап жүресің. Күтіп жүрме, күтпей жүрме деп жаңағындай. Şu қазір күшті армия қойсы, келді ме, кетті ме, байқамай қаламыз жаңағындай. О кезде деген 2 жыл телефон жоқ, SMS жоқ, старлилардан тығылып казармада қарындаштың тұқылымен ана жігіт хат жазушы еді ғой. Гүлденген әлем, Қамарбектен Күлпашқа сәлем деп қояды. Анау қыз ответ жазады: алая роза упала в грудь, милый Қамарбек, меня не забудь деп қояды жаңағындай. Рас болса шапалақ, өтірік болса кер жоқ. Қандай керемет заман. Сөйтіп хатты жібереді жігіт, хаттан бұрын армиядан өзі келеді жаңағындай. Сөйтеді, күтіп алады, ел боп, сосын көпке созбайды. Қыз өзін міне күтті, бұрып, үйленесің бе? Қалай істейді? Басындағы фуражкасын пойыздан түседі, фуражкасын қыздың басына кигізеді, бір гүлін береді. Все, маған шық деген предложениесі ғой. Қыз киіп алады, мәз болып бетінен сүйеді, әкесіне келеді, үйленем дейді. Әкесі давай дейді, ресторан зачем іздемейді. Бір топ құрдастар жиналады, орманға бірақ тартады, лесникпен сөйлеседі, ағаштарды шауып әкеледі, одноразовый ресторан палатка істейді. 3 күн бойы өліп, талып, қиналып палатканы істейді. Той басталады. Обязательно сол күні жаңбыр жауады. Именно сол күні жаңбыр жауады. Натяжной потолок негізі бізден шыққан ғой. Полк деген тартып тастайды. Ол обязательно тесік болады, алюминиевый сымдармен тесілген. Сосын каждый полктың, үстелдің қасында официант тұрмайды, күректің или айырдың сабы тұрады. Бір кезде ана полкқа су жиналады, сонымен барады да бильярд ойнайды. Деп құдаларға қызатын. Натуральный сок вообще жоқ, бір ғана сок болатын. Юпи просто добавь воды. Алюминиевый бір фляг, 4 шелек су, 2 пәшке юпи, өмірің жұмақ болып кететін кәдімгідей. Шоу программа единственный бар, той бітеді, төбелес. Кімнің тойында төбелес болмайды? Сол той бір неудачный той болатын. Что-то бүгін төбелес болған жоқ, қызықсыз деп жаңағындай. Палаткада, ой, сондай бір қарапайым. Төбелес өт, келесі күні татуласады. Сондай бір керемет заман болды. Ол кездің тәрбиесі бөлек еді. Ол кездің әндері бөлек еді. Ол кездің мультфильмдары бөлек еді. Ол кездің адамдары бөлек еді ғой. Ол әрине ешқашан оралмайды. Бірақ сонда да сол кезді ешқашан ұмытпау үшін бір дұрыстап шапалақ ұрайықшы. Осы кісілердің жастық шағы. Достар, рахмет! Да! Айда! Ничего на свете лучше нету.